Ал бүгін сіздерге мен осы неге ипотекадан бас тартады ең көп кездесетін 5 себеп бойынша айтып өтетін боламын. Ең көп адамдардың қоятын 5 себебіне қазір мен сіздерге кішкене тоқталып өтетін боламын. Бірінші себебі табыстың жеткіліксіз болуы. Яғни сіздің ай сайынғы табатын айлығыңыздың аз болуы, өзіңіздің көрсететін табысыңыздың жетпеуінен отказ алу мүмкін. Екінші себеп бұл жерде кредиттік несие тарихыңыздың нашар болуы. Яғни сізде кешіктірілген кредиттер болуы, жабылмай қалған карталардың болуы, осылардың барлығы сізге отказға бас тартуға септігін тигізеді. Үшінші себеп бізде құжаттардың дұрыс тапсырылмауы. Яғни сіз бір құжатты тапсырып жатқанда кейбір жерлеріне өздеріңіздің ұсақ көзге көрінбейтін қателіктер жіберіп қалуыңыз мүмкін. Төртінші себебіміз кредиттік төлеміңіздің жүктеменің жоғары болуы. Яғни кредиттік нагрузкаңыздың жоғары болуы. Бұл дегеніміз ай сайынғы төлейтін кредиттеріңіздің жалпы сомасының жоғары болуы. Сізде көп табыс табасыз, бірақ ай сайынғы төлейтін кредиттеріңізде көп болса, ол сіздерге отказ берудің тағы бір себебі. Келесі бесінші себеп бұл сіздерге өтінім берген банкты дұрыс таңдамауыңыз. Кейбір банктер бар, сіз ол жердің ол банктың талабына сай келмеуіңіз мүмкін. Кейбір бір банк отказ берсе, сіз онда келесі банкты көруді ұсынамын. Себебі бір банктың талабы басқа, ал екінші банктың талабы басқа. Кейбір банк сіздерді просрочка болған күндеріңізге кішкене жеңілдікпен қарауы мүмкін. Ол кредиттеріңіз жабылған болса, ал екінші банк бар, ол сіздің кредитіңіз жабылған болса да, сізде кешіктірулер көп болса, ол банк сізді өткізбеуі мүмкін. Сол себепті банкты де дұрыс таңдап зерттеу керек болады. Осы 5 себеп көп жағдайда ипотекаға отказ алып келеді.